Қайырлы күн, менің оқырмандарым. Бүгінгі неге эфирге шығып отқан себебім, алдында сұрақ жауаппен жұмыс істедім. Осы жолы өзіме бір туындаған сұрақтар болып тұр. Өзіме WhatsApp-қа менің номерлерім көп, оқырмандарым бар. Өзімнің менімен карта ашып, құмалақ ашып, касание жасаған адамдарым бар. Солар арқылы біреу телефон номерлері беріп, бір-бірімен хабарласып жатқан жайы бар. Бір оқырманым жазыпты: апай, менің қарызым көп, қарыз болған қиын деп сол сұрақты қойыпты. Сосын мен оған жауап бердім: адам қарызға неге кіреді? Қарызға кірушілік бекер емес. Өйткені оның да бір себебі бар. Адам бір өмірде өзгеріс болайын деп тұрса, көтерілейін деп тұрсаң, сол бір қарыз сені бір түрткі болады. Сондықтан ол қарызды да бір қатты бір үлкен не деп істеуге болмайды. Ол да бір сенің бір өмірде бір толчогың болады, ол қарызда. Сондықтан ол қарыз бар деп маған бір келіншек келеді, өзі жұмыс істемейді. Апа, қарыздан ол не істеу керек? Әркім өзі орнынан тұрып, өзі жұмысқа шығып, бірдеңе әрекет жасап, жұмысқа шығып, жұмыс жасап, бір адамның өзінің жақсы көретін ісі бар ғой. Бір сол келіншек айтады: мен баяғыда шаш қиғанды жақсы көретін едім, сол ісімді күйеуге шыққаннан кейін бір рет біреудің шашын қиып едім, күйеуім айтты: жаман қиясың деді. Содан бері мен тастап кеттім дейді. Ол біз бір-бірімізге әсер етеміз. Бір жаман дедік па, уже адамның қолы бармай қалады. Сондықтан мен ол қызға айттым: сен парикмахерскийға жұмысқа кір, ең құрығанда техничка болып кір, прачечная кір, сүлгі жуатын болып болсаң да, сол парикмахерскийдің ішіне кір. Сол парикмахерлардың қара істеп жатқан ісін, сол парикмахерлермен бірге нан же, шай іш, олардың әңгімелерін тыңда. Сондықтан өзіңнің да сені Алла берген өзіңе нығметтерің бар, өзіңнің ырыстық несібең бар. Солар құтылуға болады. Ол ешқандай емес. Ол қарыздан құтылуға болады. Қарыз қиындау, бірақ қатты қиын емес. Қиын деген адам болып туып, адам болып қалу болды. Ең қиыны сол. Қарыз, ауру да беруші Алла ғой, емін да беруші Алла. Аурудан да құтылуға болады, бірақ енді жаңағыдай адам болып қалу қиындау болып тұр. Екінші оқырман сұрақ қойған: мен қызым биыл 11 оқып жатыр, басқа қалаға оқуға түсіруге қорқам, апай, жіберсем қалай болады? Соны құмалақ ашып жібересің бе деп. Ондай сұрақтар өте көп кездеседі менің өмірімде, көп. Былтырда, алдыңғы жылда көп келеді сондайға ашу. Енді соған әдейілі айтқым келіп тұр. Бала 13-ке толды ма, ол отау есі. Әркімнің өз жауапкершілігін өзіне беріп үйренуіміз керек. Біз де Алланыкіміз, күйеуіміз де Алланыкі, балалар да Алланыкі, бәрі Алланыкі. Әркімге өз жауапкершілігін өзіне артып, солай үйренуіміз керек. Бәрі Алладан келдік, Аллаға барамыз. Ешкімнің жауапкершілігін ешкім арқалап жүре алмайды. Сондықтан жауапкершілікті әр адамның өзіне беріп үйренген жақсы. Атам қазақ оны айтып кеткен ғой: 13-тен кейін отау есі деп. 13-тен кейін баланы өз жауапкершілігі өзіне артып, өз мамандығын өзіне таңдатып, өз қателігін өзі жасап, өз қателігін өзі мойындап, өзі қателікті қалай жасады, сол қателіктердің өзі шығуына үйреткеніміз жақсы. Бір оқырманым сұрақ қойыпты: апа, сіз мына канал ашып жатсыз, каналыңыз енді дамыту оңай болмайды ғой деп. Бұл сұраққа да маған келді жауап. Мен де каналды Алланың қалауымен ашып отырмын. Қазақта мақал бар: Алланың қалауысыз жапырақта қурайда қурамайды дегендей, бұның бәрі Алланың қалауымен болып жатқан істер.
Сондықтан канал ашылды ма, дамуда ол Алладан. Сондықтан ол каналды дамытуға маған бір оқырман болсын, бір бала қараса да, мен ол дамыту әрі қарай не жасау ол Алланікі. Сондықтан мен оған онша басымды қатырып жатқан жайым жоқ. Екінші, мен неге бұл каналды ашып, неге не істеп отырмын? Маған өте үлкен бір түсімде аян көрдім. Аянда біздің өзіміздің әулетімізге сол маған аян түсті. Осы қасиетті ұстап, осы құмалақты ұстап айтып отырасың деген аян түсті. Сондықтан бұл қазақтың сөз айтқандай еріккені ермек емес. Бұл сондықтан осылай мен канал ашуға мәжбүрлі болып отырмын. Жаңағы каналды біліп отырмын. Бір жеңіл сөз айтсам, жеңіл күлкі айтсам, бір былапыт сөздер айтып отырсам, ол ондайға тез контент та жиналады, оған просмотр да көп болады, оны біліп тұрмын. Мен өзім Алланың қалауымен осы жолды таңдап, өзімнің әулетіміздің қалауымен маған осы миссия бұйырып тұр екен, осы отбасымыздікі. Сондықтан осы отбасының үлкен жауапкершілігін өзіме алып, осы каналды ашып, осы қасиетпен, бірінші Алламен, екінші қасиетпен осы каналымды дамытып, осы адамдарға пайдалы болып, осы каналымызды дамытып, сосын бір кеше көшеге шықтым. Бір тоже менің оқырманым деуге болады. Сол келіншек айтады. Бір келіншекті көрген ғой, сосын айтыпты. Бағдагүлден үйреніп айтып тұрмын екен, қасиетім бар деп айтты. Біреу арқылы айтып тұрған. Содан Бағдагүл сынықшы, ол өте бөтен адам. Менің қасиетім вообще басқаша. Бірімен бірді салыстырмаңдар, ол екеуміз екі бөлек адамбыз. Екеуміздің істеп атқан шаруамызда екі бөлек. Бағдагүлді сыйлайып, құрметтеймін, оның қасиетіне бас ием. Қанша халықтың рахметін алып жатыр, алғысын алып жатыр. Әр қыз сондай мықты болуымыз керек, әр қыз баласы. Сондықтан бір-бірімізді қолдайық, қорғайық, лайк басайық, подписка жасайық. Бір адам мына жақта оятып, менің қасиетім бар деп жатырсақ, ол бекерден бекер емес, бәрі де Алланың қалауымен. Сондықтан сіздерден сұрайтыным, халқым, қолдаңдар, лайк басыңдар, подписка жасаңдар. Осылай мен әлді эфирге шығып, сіздерге өзіме келген ақпараттарымен бөлісуге дайынмын. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp номерімізге жазыңыздар. WhatsApp номерді астына тіркеп кетемін.